басын тігіп сарыарқадай кең далада ел бастады ерін тартып туған өр бабамыз. Татулықты жырлап құрлықтардың басын қосқан, тархандықтың шыңы қазақ деген елде ғана. Егемен елің көрегендерің алашым айбарым, кеңге бай қойнауы малға жай жайлауы кең байрақ туманды мөлдіреп қайнарың желбіреп байрағың жасай бер туған жер, жасай бер туған жер. Тарихымыз терең таңба болып таста қалған, мақсатымыз айқын алдымызда асқақ арман. Тәрбие дегеніміз тәрбиенің бастауы ананың бесік жырынан басталса, әженің ертегі жырымен аяқталмақ емес. Батырлықтың символына айналған Бауыржан Момышұлы былай деген екен: менің 3 қорқынышым бар. Әуелі бесік жырын айта білмейтін келіндердің көбеюінен қорқамын. Екіншіден, немересіне ертегі айтып бере алмайтын әжелер санының көбеюінен қорқамын. Үшіншіден, ұрпағымыздың, ұлтымыздың салт дәстүрін сақтамайтынынан қорқамын деген екен Бауыржан Момышұлы атамыз. Демек, қазақ халқының ұлт тәрбиесінде қазақ баласын тәрбиелеудің өзіндік бір стилі бар деген сөз. Осыны негізге ала отырып, біз осындай бөлмені ашуды ұйғардық. Бұл бөлмені көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөліктерге бөлдік. Яғни біз балаларымыздың болашағын европалық стильге ауытқудан көрі, осы заман үдерісімен қоса ескілікті, қазақилықты, қазақи кодты сақтау үшін ашқан болатынбыз. Көріп тұрғандарыңыздай мына жақ бөлікте бізде ертегілер бөлігі. Қазақ халқында өздеріңіз білесіздер, түрлі ертегілер бар. Ертегілер бізді жақсылыққа үйретеді, тәрбиеге үйретеді. Кейбірі аңызды мифологиялық тұрғыда болса да, бала өмірінде ертегі дегеніміз ерекше орын алады. Тағы таныстырып өтетін болса, біз ертегінің көрнекі түрімен қатар жаңа заман талабына сай трек QR-код арқылы мобильді қосымшасымен YouTube платформасынан көру жүйесін енгізіп қойдық. Мысалға, бірнеше кітапшаларымыз бар. Бір ертегін таңдап, сканерлеп, QR-кодқа салып, осылай ертегімізді балаларға YouTube платформасында ашып бере аламыз. Қазір мен көрсетіп жіберейін. Бала демек өзінің қалаған ертегісін өзі таңдап көре алады. QR-кодпен кіріп, мен қарап көрсетер болады кітапшаларын. Мысалға, мен жаңа мына ертегіні қосып қойдым. Әрбір ертегінің өзінің QR-коды бар. Бірнеше жинақтарымыз бар. Осылай ертегілерді көре алады. Ертегілер өмірінде ерекше орын алады. Ертегілер біздер жасын үйретеді. Біздер ертегі тыңдаған жақсы білесіздер ме? Біздің балабақшада көрулер ертегілер бар. Дұрыс айтады, айым біздің балабақшамызда ертегілер саны өте көп. Бұл жерде тек қана жартысы ғана орналастырған. Тағы да біз ертегінің екінші форматы аудио форматын орнатып қойдық. Демек, бұл жердің тиімділігі қандай? Бала егер де аудио нұсқасын тыңдағысы келсе, қалаған ертегісінің аудио нұсқасын қосып тыңдайды. Демек, ойша қабылдау, фантазиясын ұшқырлау, иллюстрация, абстракция дейміз ғой. Сондай балалардың фантазиясын дамытуға арнап аудио форматын құрып қойдық. Бұл өте тиімді әдіс. Қазіргі таңда біз бұны қолданып жүрміз. Және осы ертегілердің барлығын үйреніп, түсініп болғасын балалар күннің екінші жартысында өздері рөлдерді таңдап, ертегіден қойылым қойып бере алады. Ол бізде балабақшамызда дәстүрлі әдіс, әдеттегідей қалыптасқан жағдай, бірақ қазіргі таңда біз енді оны жаңарта түсеміз. Келесі ол бізде бөлігіміз киіз үй бұрышы. Сая, киіз үй туралы айтыңызшы. Киіз үй. Киіз үй қазақ халқының бұрышы баспана. Киіз үйдің жабдықтары ол керейден егізі бөлкеге тұрады. Киіз үйдің ішінде домбыра, таусанды, қорсық бар. Дұрыс айтасың, Сая, өте жарайсың. Көріп назарларыңыз қазақ халқының салт санасындағы атадан балаға келе жатқан шежіре жүйесі. Әр бала өзінің тегін, жеті атасын білуі шарт. Соған орай бізде Ғани өзінің жеті атасын жаттап келіпті. Ғани айтып берші, балаға келіп ортаға тұрып. Айтып берші, жарайсың. Айтып ғой, әр қазақ жеті атасын білу керек. Сенің жеті атаң ғой, айтып берші. Кері қарап айта ғой. Жақсы.
айта ғой. Елмек, Оласқар, Қанчуғай, Мұхаммади, Есбол, Қалжаубай, Есенгелді. Ой, молодец. Міне ғани сияқты біздің тәтті бүлдіршіндеріміз ендігі алдағы уақытта Алла қаласа өзінің жеті атасын жаттайтын болады. Ол біздің негізгі мақсаттарымыздың бірі, себебі жеті атасын білмеген жетесіз деп қазақтар бекерден бекер айтқан. Әр қазақ өзінің жеті атасын, руын, тегін білуі керек. Текті бала осыдан болады. Ендігі бұрышы ұлттық ойындар бұрышы. Біз бұл бұрышта Ашаралдың асық терапиясын қолдандық. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде түрлі түске бөлінген асықтар, демек басқа да білім салаларымен ұштастырып, математикалық лото, пішіндер және шығармашылық саласымен де ұштастырды. Сол сияқты ойын түрлерін де көрсетіп қойды. Мына жерде ханталапай, тоғызқұмалақ сынды ойын түрлері бар. Және жазғы кезде, жазғы маусымда біз балалармен көтеріспек, сол сияқты және ай бөлек сынды, соқыр теке сынды ойындарды ойнап жүрміз. Ол бізде дәстүрімізде бар, бірақ болашақта енді басқа да асық түрлерін, ханталапай сияқты ойын түрлерін дәстүрлі оқу қызметіне қосу ниетіміз бар. Қылым заманнан бері келе жатқан қазақ халқының көне өнер түрі, қолөнер. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің тәрбиешілеріміз бен тәрбиеленушілердің жасаған алғашқы жұмысы. Бұл тек алғашқысы. Болашақта осы бөлмені жұмыс жасау негізінде бізде осындай қолөнер түрлерінің көрмесі де ұйымдастыру жоспарымызда бар. Қазір мен сіздерге киіз басу, жүн тігудің қалай жасалатынын түсіндіріп өтейін. Алдымен киіз басқан кезде бізге керек заттар осындай екі орамал керек, ылғалды су, сабын, кез келген мүсіндегі трафарет ою және жүн, қайшы керек. Қалай жасаймыз? Алдымен сүлгіні орналастырып аламыз. Алдымен киіз басу үшін біз ою түрін қиып алуымыз керек. Оюды жасау үшін осылай жүнді бір келкі көлденең жайып шығамыз. Келесіде екінші кезеңге тағы үстінен жүнді тікелеп жайып шығамыз. Тіктеп болғаннан кейін үстіне ылғалды суды себеміз, бұрқап, қатты дымқыл болып кетпеу керек. Ылғалдылықпен себеміз. Екіншіден осылай екінші сүлгімізді алып жаямыз бетіне. Жайғаннан кейін жақсылап тұрып сабындаймыз. Барлық жерлеріне сабын тию керек. Кейіннен сүлгімізді алып тастап, дайын болған киізді матасыз өзін ораймыз. Орап болған киіздің суын және сабынын артық мөлшерін сығып алып тастаймыз. Одан кейін киізіміз дайын болады. Дайын болған киізді тағы да білектеу керек. Ол өте маңызды кезең. Осылай ораймыз да білекпен 30-40 минут бойы жасаймыз. Әрине ол жасалатын бұйымның өзінің қиындық жұмыстарына байланысты. Білектейміз. Білектеп болған соң киізіміз дайын болады. Одан кейін трафаретті орналастырып, оны қайшымен қиып шығамыз. Бірақ өте нәзік түрде жұмыс жасау керек. Себебі киіз, жүн ол өте нәзік бұйым. Ендігі кезекте ою дайын болғаннан кейін бізге фон жасау керек. Фонды көріп тұрсыздар ғой, бұл екі түрлі жүн ғой. Ол фонды жасау керек. Фонды жасау үшін дәл сол қалыпта қайтадан қайталаймыз. Кейін дайын болған оюымызды фонның бетіне қойып, екеуін қайтадан сүлгіні қоямыз, сабындап, сулап шығамыз. Оюымыз жабысқаннан кейін ол киізді тексеріп, қайтадан орап, ұқыптап орап шығамыз да, білектеп шығамыз. Одан кейін осындай керемет бұйымымыз дайын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл біздің балалардың алғашқы жұмысы. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар. Өте жақсы. Ат салысып, сіздерге не керек деп, сөйтіп бөлмемізді жабдықтауға көмектесіп жатты. Сол енді ата-аналарымызға көп рахмет. Мына ішіндегі заттарды енді ата-аналарымыз көмектесті, педагогтар өзіміз қосылып алып жаттық. Енді осының барлығы бірақ мақсат балаларымызға дұрыс тәрбие беру деп енді ойлаймыз. Рахмет. Айнұрақтайына енді мына жерде расында да үлкен шараның басы, бұл енді тәрбиеге, ертең осы болашақ балаларға атына сай 2 метр жерге де бәрін орналастырыңыздар. Адам өзі қарағанда көз тояды. Сондықтан мына осы ертең өспірім балаларымызға үлкен насихат болып, осы өмір жол ғой енді расында. Кейін ата-бабамыз осыны бәрін көрсеткен бізге. Сондықтан осыны жалғасын тауып, осы балаларымыз ертең болашақта биік шыңдардан көрінсін, осы тәрбие алған балаларымыз жақсылыққа болсын. Енді осы коллективтерімізге рахмет, осы бәрін бірлесіп жасап жатқан ата-аналарға рахмет. Жәнегідей спонсорство көмек жасап, демеушілік жасап, мынандай қандай жасап, ертегілер қандай недердің бәрін шығарыпсыздар, ұлттық ойындардың бәрін қойыңыздар.
сондықтан құтты болсын. рахмет.